Так, енді норм, кажется, я? Так. Окей, барлығына сәлем. Всем привет. Біз, наверное, бастай береміз, я? Тағы да қатып қалып жатса, пишите в чат, я? Прям сразу жазыңыз, чтобы я понимала, что барлығында қатып жатыр, а не только у меня. Так, бүгін бізде тақырып past continuous and future continuous. Окей. Я закреплю. Окей. Жақсы. Онда біз... Ой, переписка. Онда біз жалғастыра берейік, я? Сонымен, достар, өткенде біз past simple және used to деген грамматиканы өттік, да? Давайте вспомним. Что такое past simple? Тест чатқа жазыңдар. Past simple деген по факту четко, ясно, лаконично не ол. Және used to деген не екен? Еске түсірейік. Чатқа. Тест. Кто первый напишет, тому медалька. Тип тиктоктағыдай, жаңа біреу айтқандай. Өткен жақ. Не просто өткен жақ, а какой-то бір әрекет, который бұрын болды просто, я? Это у нас past simple. А used to деген не? Я, дұрыс томирис бұрында болып кеткен іс әрекет. А used to деген не? Used to ұсыныс. Are you sure? Ұсыныс ба бізде use it to? Use it to something деп айтамыз ба? Ұсыныс это бұрында болған, бұрында привычка болған нәрсе, дұрыс па? Ал қазір ол нәрсе уже істелмейді, я? Так. Қатып жатыр. Да, қатып жатыр екен. Сейчас, подождите. Қазір норм ба? Так. 1, 2, 3. Окей, қазір норм ба? Я, қаз. Окей. Онда жалғастыра берейік, я? Кімде қатып тұр, сіздер кіріп қайтадан шығыңыздар, сонда нормально болады. Мен мына жақта телефоннан тоже қарап отырмын ғой, что как болып жатыр. Окей. Сонымен бүгін біз өтеміз past continuous және future continuous. Енді достар, мен сіздердің в первую очередь мына нәрсені білгендеріңізді қалаймын. Continuous, яғни continue деген сөз ғой. Continue это продолжать. Мысалы біреу сөйлеп жатады ғой, тоқтап қалса continue, продолжай, жалғастыр, я? Это всегда ұзақ әрекеттер туралы. Хорошо? Когда мы говорим о чем-то, то есть бір нәрсе бізде ұзақ уақытқа созылатын болса, біраз уақыт болатын болса, допустим, мысалы мен помадан алдым да, лақтыра салдым. Ол тез болған нәрсе, я? Ал мысалы мен бұл помадамен алып, ернімді бояп жататын болсам, это процесс, дұрыс па? Мен боямадым. Процесс, яғни бұл ұзақ болып жатқан нәрсе, бұл continuous. Окей? Екінші есте сақтау керек нәрсе, continuous болған жерде это всегда ing. Қандай continuous болмасын, любой continuous это всегда ing. Окей? Сонымен, егер именно continuous-ның темасы сіздерге түсінікті болатын болса, оны жалғастырайық, иә? Continuous деген понятно болды ғой? Біз енді present continuous өттік. Present continuous деген дәл қазір ұзақ болып жатқан бір процесс, дұрыс па? Дәл қазір осы уақытта, помните? Right now және ұзақ болып жатқан нәрсе. Ал past continuous және future continuous туралы не дейміз? Кеттік. Past continuous это өткен шақта, нақты уақытта болып жатқан бір ұзақ әрекет. Яғни өткен шақта біраз болып жатқан, процесс болып жатқан. Хорошо? Яғни
Допустим, қазір 1 минут. Мынау бізде уақыт. Я? И вот мынау, допустим, дәл қазір. Қазір мен сендерге сабақ түсіндіріп жатырмын, анау да. И вот мына жерде процесс болып жатыр. То есть какой-то уақыт алып жатыр. Ол нәрсе понятно. Енді past continuous'ты сөйлемді қалай құрайтынын қарайық. Affirmative sentence'ға барлығы немесе болымды сөйлем дейміз ғой. Так, неге бізде адам саны резко азайып қалды? Так. Окей, норм істеп тұрса плюсик жіберіңіздерші, егер қатып тұрмасам. Кімде қатпай нормально стоп тұр плюсик, кімде қатып тұр минус. Все, у всех нормально, онда жалғастыра береміз. Хорошо. Сонымен бізде хабарлы сөйлем деген ол не? Хабарлы сөйлемді біз қалай жасаймыз? Яғни бұл жерде бізде past continuous, әрине subject, іс әрекетті орындаушы. Одан кейін, егер present continuous енді аты айтып тұр ғой, present деп, ол жақта біз am, is, are қолдандық қой. Ал past continuous'те бізде past деп тұр ғой, значит не қолданамыз? Әрине, were деп қой. Was немесе were. Дұрыс па? Және де әрине бізде ing-да не жүреді, continuous'та не жүреді? Етістік ing-мен бірге. Хорошо? Болымсыз сөйлем қалай құрастырамыз? Яғни subject біздегі іс әрекетті орындаушы, потом wasn't немесе weren't, яғни болымсыз, және де етістік ing. То есть was бен were'ға natты қолдандық, Бұл іс әрекет бітті ма? Бұл іс әрекет бітіп қойған. То есть қазір мен нәрсені түсіндіремін, хорошо? Және де сұраулы сөйлем бізде алдында was тұрады, немесе were. Біз білеміз I was, he was, she was, it was. You көбінесе көп адамдар шатастырады, что you дегенмен бізде are және were болады. Окей? Плюс subject және етістік ing, как всегда. Енді мына жақта өте жақсы сұрақ қойып жатыр бізде, Айгерім, бұл іс әрекет бітті ма? Бұл іс әрекет бітті. Давайте енді past continuous'ын past simple'дан разницасы қандай? Past simple'да какой-то бір іс әрекеттің просто болған. Факт того, что он был. Просто по факту айтып жатырмыз, андай, бір шутка бар, шутка емес, такой мемчик. В такие моменты нужно говорить уверенно. Да, было деген, Вот осы past continuous, да, было. Болды. Ал past continuous это почти то же самое, что past simple, но мен іс әрекеттің именно ұзақ болғанын хочу показать. Білесің ме, кеше 2 сағат бойы онлайнда апайды тыңдап отырдым. То есть мен ұзақ көрсетіп отырмын, Просто апайды тыңдадым емес, апайды тыңдап отырдым деп тұрмын. Окей? И past continuous'та, типа жалобщик сияқты, іс әрекеттің біз уақытын көрсеткіміз келгенде, что какой-то бір ұзақ период қалды. Но ол бітіп қалды. Все, қазірге ешқандай қазірге ешқандай қатысы жоқ. Бітіп кеткен іс әрекет. Түсінікті, просто ұзақ болған. Past simple это так, все бітті. Помните, это ваши бывшие, которые там остались, Ал past continuous ол ұзақ болып жатқан іс әрекет. Енді біз формуласын қарадық, яғни іс әрекет ұзақ болды. Past perfect continuous это вообще другое. Оны кейін өтетін боламыз. Хорошо, ол да ұзақ болды. Достар, continuous деген нәрсенің барлығы ұзақ болады. Хорошо? Жаңа мен басында айтып кеттім ғой. Сонымен бізде subject деген іс әрекетті орындаушы. Ары қарай was және were және verb ing. Болымсызда wasn't, weren't, сұрақ болғанда was, weren't сөйлем алдына келтіреміз. Мысалы, I was watching Barbie yesterday evening. Яғни мен кешке Барбиді қарап жаттым. Яғни сен кеше не істеп жаттың дегенде, мен просто Барбиді көрдім. Келемден мысалы айтам, I watched Barbie yesterday. Мен просто по факту айтып, мен кеше Барбиді көрдім. Но мына жақта мен айтып жатырмын, что мен кеше Барбиді қарап жатқам, процессті көрсеттім, ұзақтығын. Хорошо? Сонда, мен Барби туралы айтып жатырмын. Қарай, формулаға келіп тұр ма? Бірінші I деген ол бізде subject. Дұрыс па? Потом бізде формула бойынша was және were болу керек қой. Бізде was тұр. Потом verb ing тұру керек, Watch деген verb және ing-ді қосып тұрмыз. Келіп тұр ма? Ары уже басқа информация, Вот, міне, Айдана жақсы кеше 3 сағат бойы конспект жаздым, сонда айтын, I was writing
I was writing the information там for 3 hours. Ну, for емес, yesterday. Ұзақтығын көрсетіп отыр. Келдік. I was watching Barbie yesterday evening. Кешке Барби көріп жатқам. Екіншісі, Архат was eating KFC last night. То есть кеше түнгі сағат 2-де такой Архат. Мынау Архат бізде, иә? Келеді да. Что-то KFC хочется дейді да, короче. И KFC заказ береді да. Сөйтіп KFC жеп отыр. Потому что Архатта, ладно, депрессия и так далее. Вот, кеттік. Архат это бізде subject, кто? Was were кеп тұр ғой? Кеп тұр, иә? Потом eat и және verb ing кеп тұр. Мен көрсетіп отырмын, что ол алдыда бүкіл бір бокс KFC-ді сразу аузына сала салмады ғой. Ол жеп отырды, иә, жаңағы ножки, стрипсы, там, крылышки деген сияқты. Ол процессте болды. Яғни past continuous-тың, иә, зайдай депрессия, дұрыс айттым. Past continuous-тың қалай жасалатынын көрдік қой. Апай нақты уақытын көрсетуінде 3 сағат бойы. Жоқ, 3 сағат бойы болса, ол уже perfect continuous болып кетеді, ол басқа. Мына жерде бізде қараңыздар, мен айтып кеттім ғой, что өткен шақта нақты уақытта болып жатқан, это обычно мынандай. Допустим, yesterday at 5 o'clock. Я, то есть кеше сағат 5-те нақты уақытын көрсетіп тұрмын, видите? Немесе last week at this time. Прошлую неделю в это время. Түсінікті, иә? Енді қалай ойлайсыздар? Ну вот, окей, біз future simple, там present simple дегендер күнделікті қолданамыз. Қалай ойлайсыздар? Қандай маман иесі past continuous'ты ең жиі қолданады? Давайте идеяларыңызды тастаңыздар. Қандай маман иесі past continuous'ты часто қолданады? Вряд ли повар, иә? То есть именно басқа біреуге байланысты. Әрине, любой адам өзінің бір нәрсе істеп жатқаны туралы айтқанда past continuous қолданады. Но басқа адамның. Вот кеше жоқ, мне кажется, тарихшылар көбінесе past simple қолданады, потому что тарихта ол бұрында болып кеткен нәрсе ғой, все, болды, кетті, иә? Врач, мұғалім, так. Ну, почти жақын, но нет. Так. Да, past нет определенного. Ну, определенное время просто yesterday, просто по факту бұрында болды деп айтамыз past simple, а past continuous прям точное время и продолжительность, иә. Мұғалім мен врачтан басқа ең жиі қолданатын. Пилот сонда қандай жағдайда қолданады? Мен кеше Алматының үстімен ұшып бара жаттым деп па. Бұл профессия басқа адамдармен жұмыс жасайды және басқа адамдардан сұрайды. То есть ол келеді де мынандай сұрақ қояды. Так, қай жаққа мына жерде сидірінші. Ладно, ол жақта мына жерде жазылып тұр. What were you doing yesterday at 5 p.m? Қандай профессия? Әңгімешілер деген профессия бар ма? Мен сондай әңгімешіл болайыншы, сондай профессия. Тергеуші, дәл түстіңіздер. Мынаны білеміз ғой, бұл бізде кім? Шерлок Холмс, иә? Следовательдер келеді, расследование жүргізеді ғой, и келеді, сұрайды, что ты делал вчера между 5 и 6 часами вечера, иә? Допустим, там бір убийство, кража, бірдеңке болды, подозреваемый. Вот кеше осы уақытта не істедің? Яғни қараңыздар, кеше және нақты уақытты көрсетіп тұрмыз. Және не істеп жаттың? Келе ма? Давайте сіздер енді мынаған сұраққа жауап беріп көріңіздер. Біз формуланы естеріңізге түсірейін. Subject. Сіздер өстейсіздер. Бай жазыңыздар. Yesterday at 5 p.m. Кешкі 5-те, иә? At 5 p.m. I was және it's-тіке ing жалғаңыздар. Не істеп жаттыңыздар? Что ты делаешь возле окна? Деп ба? Я не могу этот. Yesterday, допустим, мен там кеше бізде қандай күн болды? Кеше бізде вторник болды, иә? Yesterday at 5 p.m. I was having a lesson. Я немесе yesterday I was listening for the lecture. I was writing yesterday 5 p.m. Хорошо. Yesterday I was watching TikTok. Ну, это скорее watching TikTok every day ғой біздікі, по сути. Но жақсы мысал. Yesterday at 5 p.m. I was studying. Хорошо. Быстро залезай, не прыгай. Жоқ, маған көбінесе анау не өтеді. Айка, у тебя на шее Айба написано, да, деген бар ғой? Цветошка. Так. Yesterday I was eating. Хорошо. Елдана Архатпен бірге KFC жеп отырды. I was studying. I was writing. I was sweeping. I was cooking ramen. Самян рамен. Ойбай, мен үлгермей тұрмын ғой.
ойбай. Eating, studying geography, listening to my playlist. Жақсы. I was studying world history. Жақсы. I was studying, I was sitting. Өмірлерің жалпы бірдей өтеді екен ғой, иә? Studying, eating, drinking tea. Was writing new information. Жақсы. Overthinking at 5 p.m. Біздікі everyday ғой, overthinking. Every minute of our life. Cooking, walking around, doing my homework, cooking. Шет-шеттінен бәрі повар әйтеуір. Dancing, что-то интересненькое. High heels ба? Reading a book, жақсы. What kind of book were you reading yesterday? Қандай кітап оқып жаттыңыз? I was sleeping. Кеше 5-те ұйықтағандар, красавчики. Бірақ бейуақытта ұйықтап алмайды. I was writing conspecting. I was cooking. Так, молодцы. Ой. Так, I was doing my homework, was crying. Джеки Чан, чисто мут қой. Was crying. Біздікі тоже every morning, бірақ біздікі жұмысқа бара жатып, оқуға барады. I was eating, doing my homework. Так, yeah, дейді. Dina, what were you doing at 5 p.m.? Dina, не істеген қайтесіздер, дейді. What about you? Yesterday at 5 p.m. I was having lesson with my offline students. Yeah. We were chilling, we were singing songs, we were eating pizza деп қызғандырып қойсаң, иә? Так, қажынай. Бізде ондай күшті болмады. Может быть. I was at school. Хорошо. What were you doing at school? Бізде сәрекет туралы сөйлеп жатырмыз ғой, иә? I was swimming, I was having a shower, дейді. Without me десе, иә? Шлі ет қады, иә? I was dancing, I was reading world history. Yesterday I was thinking about my future. Анелдің андай. Кеше терезеге қарап, андай тоңдырып тастаған өткен күн деп. В чем смысл моей жизни деп болашағы туралы ойлап. I was repeating my homework. Жақсы. Бір боп жатса Meet ашып жауап алайық, өмірге жалғыз етіп дейді. Жақсы идея, Google Meet. Dina, every time writing conspect because it's very много дейді. Our life is so boring дейді. Мен өзім айтпай қойын дедім, өздеріңіз айтыңыздар деп. I was watching movie when I wrote a note. Хорошо. Жақсы. Сонымен, по сути, барлықтарыңыздың күндеріңіз чисто бізде Джеки Чан жауап өткізді сағат 5-те. Қалғандары кітап оқыды. Вот Агата Кристи бук жақсы үй жинапты. Көбісіңіз ұйықтадыңыздар, сабақ оқыдыңыздар и тамақ іштіңіздер. Вот чисто андай кез келген 11-ші сынып оқушысының 3 түрлі моды ғой, 4 түрлі моды. Жылау, ұйықтау, оянып сабақ оқу, тамақ ішу, жылау, ұйықтау. Вот осылай. Сонымен, идемте дальше. Яғни, сіздер past continuous'ты күшті түсініпсіздер. Молодцы, красавчики. Идемте дальше. Опа. Енді бізде мынандай понятие бар. Long action, short action. Енді да ең жиі келетін, по сути, осы нәрсе. Long action, яғни ұзақ әрекет. Бізде, смотрите, мынандай нәрсе бар. Екі іс әрекет параллельно болады дегенде, короче, бізде ұзақ іс әрекет болады. Мысалы, короче, бай, елестетейік. Бізде Ерасылды қызы тастап кетті. Ерасыл айтады. Ерасыл, you're not earning enough money. I want to eat KFC and you don't buy me KFC дейді. Короче, I'm breaking up with you дейді. Короче, broke up. Ерасылда, короче, депрессия. Үйге келіп, андай KFC-ні ең арзан заказ береді такой. Отырады, артта қара кесек, тоңдырып тастаған өткен күнім. И сөйтеді. И депрессовать етіп отыр. Я KFC-ді жеп отыр, и мен айтам, when Ерасыл, и бір кезде Ерасылға, допустим, Гаухар звондайды. Гаухар такой, звондайды, ол отыр, Гаухар звондап қалады. Ерасыл, you know, I don't care whether you have money or not. I don't like KFC. For me, donor is okay, дейді, короче. Donor with cats, я. Donor из кошек нормально, дейді, короче. И сонда мен айтам, Ерасыл KFC жеп отқан кезде, то есть Ерасылдың KFC жеп отыру, это процесс ұзақ болып өтеді, я. Ерасыл KFC жеп отқан кезде, біреу оған, так, менде телефон жоқ екен ғой қолымда. Допустим, мынау телефон, я. Біреу звондап қалады да, и анаштай Гаухар такая, Ерасыл, не волнуйся, мен донор жақсы көремін деп. И бұл қысқа әрекет. Неге? Потому что и біреу звондап қалды. Оны ұзақ звондамайды ғой, дұрыс па? Вот. И қайда бізде ұзақ бір әрекет, Ерасылның депрессивный несінде ұзақ әрекетті бір қысқа әрекет келеді, бөліп тастайды ғой ортасынан. Interrupting дейді. Хорошо? Вот осы бізде short action, long action дейді. Сол кезде бізде ұзақ әрекет ол past continuous, және қысқа әрекет ол past simple. Міне, she found Архат емес, бізде бүгін Ерасыл болсыншы.
KFC жеп жатқан, иә. She found Ерасыл when he was eating KFC. Иә. Сөйтіп Ерасыл такой, окей, I'll call you later дейді. Короче, ол уже future simple, біз оны өтіп тастадық, иә. Мен саған потом звондаймын деп ары қарай KFC-ні жеп жалғастырады, иә. Ерасыл, делай выбор, какие девчонки тебе нравятся, которые бросают тебя ради KFC или которые готовы есть ради тебя донор из кошек. Таңдауыңды жаса. Сонда қараңыздар, сөйлемді басында қысқа әрекет жасаңыз ба дейді. Жоқ, жоқ. Так, давайте мен мына жерде бүйтейін. Тағы да бір мысал келтіру үшін бір бет қосайын. Жетпей қалыпты, иә. Так, бір минут. Мысалы, мен айтам. Ой, мынау қызыл мен не очень көрінеді. Допустим, when Ерасыл's ex-girlfriend was sitting at KFC. Ерасылдың бывшаясы KFC-де күтіп отыр. Короче, кім келіп маған Friends Box алып береді екен деп, иә. Когда она сидела в KFC, допустим, не болып қалды? The rain started. Тупой, иә. То есть ол KFC-де отырғанда жаңбыр басталып кетті. То есть ол KFC-де отырып, бәрін сканировать етіп, мынау маған алып берер ме екен шеф-бургерді или нет деп ойланып отқан кезде жаңбыр басталып кетті. То есть ол отырды ұзақ уақыт, Ерасылдың бывшаясы, а жаңбыр басталып кетті тез. Хорошо? Вот. Я, when, while'дан кейін past continuous болады. Жоқ, ол мысықты бізде кімдер? Мысықты Эльмира дегендер жейді ғой. Ерасыл чесі KFC. Тағы да қандай мысал келтірсек болады? When I was watching K-drama в движении, да, допустим, мен дорама қарап жатқан кезде someone knocked the door. Кто-то постучался в дверь. Knocked the door. Видите? Тоже ұзақ әрекет, мен дораманы қарап, жылап, ана жерде, он не может летать деп, иә, истерика болып отқан кезде, вам платили за рекламу. Блин, меня спалили, да? Авиасейлс, дешевые авиабилеты. Окей. Someone knocked the door. Видите? Біреу келді де, тоқылдатты. I came home when my mom was cooking dinner. Я пришла домой, когда мама готовила ужин, да? Сендер барлықтарыңа шаршап, қарындарың ашып отқан кезде мен әдейі осындай мысалдар келтіріп жатырмын ғой. Скажите, авиасейлс дей ма? Вот. То есть, когда я пришла домой, I came home, мен келдім де үйге есіктен кіре салдым. Все, қысқа әрекет, иә? Моя мама готовила. Түсінікті ғой мына нәрсе? Егер бұл нәрсе түсінікті болса, давайте өздеріңіз бірінші мысалдарды раскидайте чатта. Негативқа мысал келтіріңізші дейді, жақсы, өте жақсы. Давайте мен мына жаққа негативқа мысал келтірейін, иә. Допустим, I wasn't, I емес, давайте бүйтейік. Допустим, Фариза wasn't eating KFC when we called her. Жоқ, қараңыздар, when-нан кейін біз past simple'ды да қолдана алады екенбіз. Фариза не кушала KFC, когда мы позвонили? Фариза was eating cats. Она кушала кошек. Видите? When-нан кейін біз past simple'ды қолдансақ болады. Главное, когда. When I was doing my homework, my mom came home. Дұрыс, жақсы мысалы. Тағы да давайте. When I wrote conspect, my family ate dinner. When I was writing, потому что сіз конспекті... Смотрите, бұл жерде біз екі сөйлем, да? То есть екі past continuous'ты қатарынан қойсақ болады тоже. Екі әрекет ұзақ болатын болса. Хорошо? Сонда, when I was writing conspect, my family was eating dinner десеңіз болады.
When I studying емес, индира when I was studying. Хорошо, себебі формула бойынша бізде was және were болу керек. Жарай ма? When I was studying English, my sister watched me. Жоқ, сіздер мына жерде қараңыздар. Ұзақ әрекет және қысқа әрекетті анықтаңыздар. Маған именно қысқа әрекет жазғандарыңыз керек. Хорошо? Шүкір Алла, мысықтан KFC-ға кетіппіз ғой деп. Өстіп ертең бургер кингқа да жетесіңдер деп. I was sitting outside when my mom came home. Хорошо, when my mom called me, when I was having dinner. Жақсы. Тағы да не? Жоқ, мысық жеп отырсыз ғой. Міне. Фариза was eating cats. Вы за кого меня принимаете? When I was dancing with Nargis, she fell on the floor. Өте жақсы мысал. Вот Кей деген кім бізде екен білмеймін. Мужчина ты или женщина или кошка. Вот. When I was dancing with Nargis, she fell on the floor. Когда я танцевала с Наргиз, то есть я танцевала просто, она упала. Упала, бац, и все, да? Сіздің әр cats деп жазғаныңызды chicken деп өзгертіп отырмын. Так, Асель wasn't watching drama when I called. Жақсы, Уми апай из KFC Ambassador дейді. Жаль, они мне не платят, да? Хотя бы скидка жасап берсең. When I was sleeping, my mom cooked me. Жақсы, я. Вот қараңыздар, Аружан жазды. Когда я спала, моя мама приготовила мне KFC. То есть, на жерде она готовила емес, приготовила. Просто істеді, я? Процесс, факт айтып тұрмыз. When I doing my homework емес, when I was doing my homework. Хорошо? My mom was cooking dinner. Так. Наргиз Сыдықова неге сұрақ белгісін жіберді? Оған дейін бірінке жаздыңыз ба? Так, when I was walking in the park. When I was walking in the park. Пожалуйста, достар, subjecттан кейін was been were ұмытпаңыздаршы, хорошо? When I was walking in the park, I met. Meet'тің екінші формасы, my best friend. Хорошо? Дана. When I was studying English, my mom when the екі рет қою қажет емес. Когда я учила английский, моя мама готовила. When I was studying English, my mom was cooking. Но қараңыздар, қысқа әрекет, ұзақ әрекет, я повторяю. When I was watching it phone, someone swapped me. Хорошо? When I was cleaned house, вот, достар, мен тағы да қайталап айтамын. Мына жерде мен полностью босатайын. Формула қандай? Қарап жеріңіздерші. Continuous subject, was және were, және етістік ing. Жақсы ма? Пожалуйста, was бен were ұмытпайықшы. Так, working. When де екі рет қою қажет емес. When I was... Төф құддана, Нұрлан имам сияқты жауап беріп отырмын. Комментарийларға. When I was watching K-drama, my brother kicked me. Вот жақсы мысал. Так, when Уми апай was sleeping, the lesson started. Да. When I was going to school, the cat fell. Жақсы. I phoned to my mom when she was arriving home. Жақсы, келеді. When I was cooking dinner, my friend called me. Сен досың звондап қалды. О такой, звондап жатыр. Процесс емес қоғалады, тұқ звондай салады, я? Так, I was excited when I was reading an amazing book. Жақсы, мысал. When I was watching someone knock the door, when I was doing homework, my mom was working. Пожалуйста, was мы were ұмытпаймыз. Someone, my friend, called me when I was depressed. Wife, I met my girlfriend. But then your girlfriend broke up with you because you couldn't afford KFC. When I was listening to music, my brother was dancing. Қараңыздар, достар. Мына нәрсені сіздерге хочу напомнить. Ұзақ әрекет, қысқа әрекет. Қараңыздар. She phoned бұл қысқа әрекет. Пожалуйста, әрекеттің қысқасы мен ұзағын ажырата білейік. He was eating бұл ұзақ әрекет. Хорошо? Сіздер ана екі ұзақ әрекетті қатарынан айтып жатсыздар, да? Мысалы, вот, когда я слушала музыку, мой брат танцевал, дейді, я? То есть, слушать музыку, это тоже ұзақ процесс. Музыканы тық дейсіз, өше салмайсыздар ғой. И танцевать ол тоже келеді. Өстіп, и бітіре салмайды, я? Ол кәдімгідей танцевать етеді. То есть, это тоже ұзақ әрекет. Екеуі де ұзақ. Пожалуйста, қысқа, ұзағын бірге жасайық, окей? Но, в принципе, біз түсіндік. Так, хорошо. Сонымен біз past continuous бойынша аяқтадық. Енді future continuous. Future continuous деген не? Ол тура past continuous сияқты, бірақ уже наоборот, болашақта нақты уақытта болып жатқан ұзақ әрекет. То есть, егер past continuous өткен шақта нақты уақыт болса, future continuous не болады? Болашақ жақтағы ұзақ уақыт. I will be watching K-drama at this time tomorrow. Видите? Формула қандай? Болымды сөйлемде, так, мына жағында жазам қазір формуланы, я. Сонда қараңыздар. Осы уақытта
ертең сағат 7-де мен драма қарап жатамын. А сіздер конспект жазып, сабақ оқып, жауап жатасыздар. Джеки Чан жауап жатады, қалғандарын білмеймін. Вот, қызғаныңдар деп, мақтанғаным емес енді, бірақ ертең мен осы уақытта драма көріп жатамын деп. Вот, ертең нақты осы, то есть болашақ, и мен болашақта, ну, допустим, мен айтамын, I will watch K-drama tomorrow. Мен просто көремін дей саламын, иә? Но мен айтып жатырмын, что осы уақытта мен ертең драма көріп жатамын деп. Бір қандай жизненный мысал. Егер ескі өлең бар, Ёлканың. А завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте деген бар ғой. То есть завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте дейді. То есть Прованс деген өлең, короче, Прованс деген өлең кім біледі солар. Сонда айтады, мен ертең осы 5:32-де, а завтра 7:22 7:22-де, короче, мен самолетта отырамын да, я буду самолетта отырамын ұзақ уақыт, және пилот туралы ойланып жатамын, тоже ұзақ уақыт болашақтағы, хорошо? Пландаған сияқты емес, просто болашақта іс-әрекетім ұзақ болатынын айтқым келеді, хорошо? Так, ертең дәл осы уақытта білім нәрімен сусындап отырамыз дейді. Ойбай, неткен? Ертең мен осы уақытта олимпиадада боламын. Олимпиадада боламын, это future simple, скорее всего. I will be. Ал мына жерде сіздерге әрекет керек. Қараңыздар, маңызды не? Маңызды нәрсе не? Әрекет, және, қарекет десең, және, оның ұзақтығы. То есть осы нәрсе маңызды бізде. Во-первых, әрекет болу керек, во-вторых, оның ұзақ болу керек. At this time, the day after tomorrow, I will be dreaming of KFC. Өте жақсы мысалы, да? I will be working English at this time tomorrow. Хорошо, I will be working English деген қалай? Я буду работать английский или working on my English десеңіз, работать над своим английским, иә? Так, I will be learning more about history. Я жақсы, молодец. Молодцы, формуланы и так біліп тұр екенсіздер ғой. Болымды сөйлем қалай болады? Subject плюс will be кетеді. Обязательно will be, хорошо? Пожалуйста, be-ді ұмытпайық. Плюс verb ing. Болымсыз сөйлем subject плюс want be плюс verb ing. Ал енді сұрақ, достар, қалай болады? Сұрақта will be-ді бөлеміз уже. Will плюс subject плюс be плюс verb ing. Хорошо? I will be going to school at 8 o'clock tomorrow деген Альмира, хорошо? Допустим, I will be нет. Допустим, на жерде Dana will be eating cats tomorrow at 5 p.m. Yeah? Ертең сағат 5-те Дана мысықтарды жеп отырады дейміз. Jackie Chan will be crying tomorrow. Jackie Chan will be crying tomorrow, as usual, yeah? Вот. I will be listening to music at this time tomorrow. Жақсы. I'll be watching video of English at 6 p.m. tomorrow. Жақсы. Will you be my wife in a year? Ой, Наргиза, это вы мне предлагаете? Знаю, нужно подумать. Я просто не из таких. Я больше по мальчикам. Так, will you be watching Marv? I will be writing history at 23. Слушай, көріңдер ғой, мысықпа тағы дейді. Так, Наргиза, will you be my wife in a year деген бұл future simple. Сізде себебі әрекет жоқ қой, мен жаңа жаздым, что өте маңызды именно какой-то әрекет, я? А ты будешь моей женой деген ол әрекет емес, хорошо? Мен пойдым мысық жиі жоқ шығар, біз біргеміз дей ма? Өт кетті. Так, мысықтан крылышке қалай жасайсыз?
Сіздің мысықтарыңыз біртүрлі екен, қанаттары бар, иә? I will be reading book десек болады, иә. I will be sleeping at 8 a.m. because I will not go to school. Жақсы. Мысықтарды қорғау фондына ташиды мысықтар дейді. Так. Cats lives matter. I will be watching live at 7. Yeah, дұрыс, жақсы келеді. I will be dancing tomorrow. Will you be watching Marvel movies with me tomorrow? Өте жақсы, Жакон деген, иә? Ты будешь завтра со мной в 5 часов смотреть Marvel фильмы, да? Мен, кстати, Marvel қарамаймын. Will Arhat be eating cats tomorrow at 2 p.m. Молодцы, красавчики. Реально, мысалдар аямайды екенсіңдер, иә? I will be working in... Yeah, жақсы. I will be studying English tomorrow at 4. I will be reading book. I will be going to dance repetition. Хорошо. Will you be cooking it? Ал не істеп жатпайсыздар деген негативқа тоже мысал жазып көріңіздер. Потом бізде жаттығулар орындаймыз. I will be going to cinema. То есть ертең осы уақытта мен кинотеатрға бара жататын боламын, иә? Допустим, давайте кішкене ары қарай болашақта. Ал 10 жылдан кейін осы қазір бізде сентябрьде не істеп жатасыздар, иә? Допустим, мен айтамын, after 10 years, I'll be lying on Dominicana Beach with 4 handsome, muscular, strong men. I'll be drinking pina colada and I'll be living my best life. Деп айтамын, иә? 10 жылдан, давайте. 10 жылдан кейін не істеп отырасыздар? Апай, сіз үшін драма қарауға дайынмын. Тастап кетсең, be feeding my cat. Марал айтады, I will be feeding my cat at 5 p.m. Maybe you will be feeding Dana with your cat. After 10 years, I won't be studying this school. Yeah, хорошо. Апай разошлась дейді. Дайте помечтать, пожалуйста. Андай жаңбырлы күнде осындай нәрсені армандамасаң. I won't be eating tomorrow. I won't opening a fund to protect cats tomorrow. I won't be opening. Это более future simple келеді. I won't be going to school tomorrow. Давайте 10 жыл туралы, 10 жыл. I won't be going to school. Сендер кішкене қиялдасаңдаршы, мектепке бармаймын деп қуанып жүрсіңдер ғой. I won't be crying after 10 years. What will you be doing tomorrow at 6 деген дұрыс па? Я дұрыс. Амина. Формен немного. Если разрешено 4 жены, то и 4 мужа тоже можно. After 10 years, I will be traveling around the world. Өте жақсы. Так, 10 жыл емес, конечно, но after 2 years, I will be with my soulmate. Ойбай, неткен. I will be rich after 10 years. After 10 years, I will be rich деген, это future simple, хорошо? Rich это какой богатый, а біз қайталап айтамын. Не маңызды бізде, достар? Іс-әрекет маңызды, хорошо? I will be earning a lot of money десеңіз болады. Я буду зарабатывать очень много денег, хорошо? I won't be drinking. I will living in South Korea after 10 years. I will be living. Аружан Қожанберді, хорошо? Шатасып кетпеңіз, андай. Нужно правильно свои мечты говорить дейді ғой. Ертең Норс Кореяда жүрмеңіз, Северный Кореяда 10 жылдан кейін. Так, Kim Chen In Seo деп. You will not be forgetting me 5 years. Так, forget пен біз ING қолданбаймыз, достар. Өйткені мен present continuous'та жүрмейтін етістер сіздерге көрсеткем, иә? I won't be studying at school next year. I will be working on Air Astana after 10 years. Мықты. Лучше вообще Qatar Airlines деңіз, ұлпан. Так, after 1 year, I will be with my soul. Так, ол уже future simple. Достар, future simple мен future continuous шатастырмаймыз, хорошо? Will you be watching K-drama with me? After 10 years, I will be marrying Taehyun дейді. Ну, сіз үйленіп жатамын, в принципе, жақсы болады, иә? Егер свадьба болып жатса, андай процесс болса, окей. Taehyun ол кезде уже аташқа болады ғой. I won't be living in village after 10 years. Мақсатыңыз боқты. I won't be relaxing next month at this time. Ну, тоже келеді, как бы. I will be living in Paris. Жақсы Жакон. I'll be very rich and successful woman after 10 years. Күшті, бірақ бізге іс-әрекет керек. Жанерке қадір көп. I will be very rich. Это бізде future simple, хорошо? Continuous'та бізде не болу керек міндетті түрде? Continuous болған жерде ing керек. Хорошо? Вот. I will be traveling after 10 years. Жақсы. I will be after 10 years I relaxing in Dubai дейді, хорошо? I'll be staying in Turkey after 10 years. I will be working in Paris. Терминатордың сөзі бар, I'll be back деген. Отдай мне свои вещи. Так, ойбай, мына жақта деген бәрі қиялдап кетті ғой. I won't be killing people after 10 years. Ойбай, мына кезде қорқынышты. Taehyun Наташка болса да красавчик. I'll be staying in Turkey after 10 years. I will be doing my art gallery. Хорошо. Барлықтарыңыз, в принципе, түсіндіңіздер. Главное, достар,
continuous болғаннан кейін ing, хорошо? Future simple мен future continuous'та ажырата біліңіздер. Future simple просто бір нәрсе болады. Мысалы, қазір жазып жатыр. Мен бай боламын дейді. I will be rich. Бұл бізде future simple. Мен үйленемін дейді. Тоже это просто по факту, бұйырса, я. I will marry Taehyun деп. Но continuous это ұзақ әрекет, я. Допустим, I'll be living in Paris деген дұрыс келеді. Мен Парижде өмір сүріп жатамын, ұзақ. Мен көп ақша тауып жатамын десеңіз, I will be earning lots of money десеңіздер, вот хорошо? After 10 years, у меня will be миллиардер. Денежка чисто по факту, короче. Так, мен де қосыныр, мен Италиядағы мафия болғанмын. Тудым-сидым Америкаға көшіп барамын да 2-3 жылдың ішінде президент боламын дейтіндер ғой. Сонымен сіздерде future continuous, past continuous бойынша сұрақ бар ма? У меня повезін гаремін құрат дейді. Ой. Сұрақ бар ма future continuous, past continuous бойынша? Апа бекін оқыңызшы дейді. Так, табайын сенікін. Қайттан жіберіп оқып беремін. Так, да. Так. Я не могу найти. Так, after 10 years I will be becoming English. I will be becoming, я буду становиться емес. Бұл тоже future simple. I will become. Хорошо? Апа менікін оқымаңыз ғой дейді. Ойбай. Хорошо. Сұрақтарыңыз болмаса, келесіде оқимын сіздердікін. Сұрақтарыңыз болса, давайте енді қалған уақытта біз жаттығу орындап бір-бірден сұрауға мысал келтіріңізші. Future simple мен future continuous айтып тұрсыз ба, сіз Ұлпан? Так. Ұлпан, именно не нәрсеге сұрақ келтірейін жазыңыз, хорошо? Мен қазір келтіріп беремін. Менікін оқыңызшы дегенде қайттан жіберіңдерші, мен таба алмаймын оны уже. Так, хорошо. Мысалы, will you be так, подождите, earning lots of money. Так, after 10 years. After 10 years. Бұл бізде present, future continuous-тың, future continuous-тың question, я? Will you be rich? Немесе will you marry me? Я? Димаш Адлет келетті маған, или жаңа кім, Юнги келетті маған айтады. Will you marry me? Деп подумаю. Так, апа жазбаша үй жұмысы керегіміз дейді. Так, мен сіздерге вроде жазбаша бермедім ғой пока. Или бердім ба? Қосымша керегіміз дейді. So after 10 years I will be drinking wine with my friends in Seattle. Опа, по факту, четко. Мен шақыруды ұмытпаңыз, Эльмира. Сонымен түсінікті, я? Давайте біз жаттығу орындап көрейік мына жақта. И жаттығумен қазір бізге еще лучше понятно болады. Хорошо. Мына жерге қараңыздар. Circle the correct answer дейді, я? То есть circle это обведи, кружок қой. Мына жерге уже келіп тұр, я? The sun was shining when I looked out the window. Когда я вот так терезеге шықтым, посмотрела, солнце еще светило, окей? Past perfect өтеміз болашақта, аспандар. Так, what when you saw him at the dance? Танцда көрген кезде. Міне қараңыздар, мынау short action, когда ты увидел. Мен кетіп баратамын, тық көріп қалдым, қысқа әрекет қой. Значит, екіде не болады? Be, what was he wearing? Что он был одет, когда ты увидела его, да? Үштесі, spaghetti for dinner last night. Но просто по факту. Так, if I don't eat now, I will be so hungry. То есть они сделали спагетти прошлой ночью. Жоқ достар, мына жақта ол процессті көрсетіп тұрған жоқ. Бұл жерде просто они сделали спагетти деп тұр. Үште А болады. Хорошо, не обязательно оның если там, я не знаю, мына жерден просто they made spaghetti for dinner last night. Просто факт айтып тұр. Хорошо? Өткен шақта. They for their friends an hour ago дейді. Они ждали своих друзей час назад. Бір сағат бұрын достарын күтіп отырды. Олар күтіп жатты ғой. Мына олар қашан келеді? Уже бір сағат өтті ғой деп. Were waiting. Дұрыс. We the house twice last week. То есть біз 2 рет жинадық үйді. 2 рет уборка жасадық. Мына жерде достармен ешқандай процесс айтып тұрған жоқпын. Просто 2 рет уборка жасадық деп тұрмын. Значит, не болады? 5-те А болады. Просто we cleaned our house twice last week.
Просто по факту, хорошо? While Sam, his homework, I was playing the guitar. То есть в то время, қараңыздар, while, это означает в то время как. В то время как. То есть в то время как Сэм делал домашку, я играл на гитаре. Да, was doing. Молодцы, красавчики. Мына жерде past simple немесе past continuous бойынша жасауымыз керекпіз. Хорошо. The girls play basketball at 3 p.m. То есть сағат 3-те қыздар баскетбол ойнап жатты деп айтамын. Играли. Were playing. Молодцы. Were playing. Что насчет третьего? Чтение. We the party at midnight. Мы ушли с вечеринки в полночь, потому что мы превратились в оборотней. Мы просто ушли. То просто факт. Мы ушли. Хорошо? We left. Жоқ, ерасы were left деп айтамыз. Немесе were leaving, немесе left. Yeah? They left болады. Jane, her homework yesterday. Jane кешегі жұмысын жасамады. Jane сияқты болмаңдар. Jane өзін Jane-тығын жасап жатыр дейді. Өтпейтін шуткаларды айтасың өстіп. Didn't. Өткен шақ қой. Didn't do. Просто айтып отырмын. Кеше жасамады. The rain. 5 минут бұрын тоқтады жаңбыр. Жаңбыр тоқтады. Жаңбыр тоқтады. Қысқа әрекет. Жаңбыр. The rain. Не болады? Stopped. Просто stopped. Stopped деген нәрсе. Вообще stop және started деген сөздер олар continuous'та никак болмайды, потому что басталады, бітеді. Қысқа әрекет, Сен кеше сағат 6-да, таңғы 6-да теңізде жүзіп жаттың ба? Теңізде малтап жаттың ба? Шомылып жаттың ба? Сұрақ уже. You болғанда бізде не болады? Was ба, were ме? Were болады. You мен. Достар жаңамен жазам, Were you swimming? Дұрыс. 7-де ше. We at the bus stop too late. Мы пришли просто. Артынан. Короче, соңғы автобус кетіп қалды. Мы пришли очень поздно. We arrived. Хорошо? Молодцы. And как ты сломал окно? То есть сен андай сындырып жатпайсың ғой, келесің. Блин, что-то окно сломать охота деп сындырып жатпайсың. Сен случайно сындырып аласың, дұрыс па? Где сердечко? How did you... Қараңыздар, did you broke дегендер. Did болған кезде етістік қандай болады? Бірінші формада болады. How did you break? Хорошо? How did you break the window? Так, хорошо. Енді давайте бізде 10 минутқа да future continuous бойынша орындап көрейік. Бірнеше жаттығу, потом үй жұмысын беремін қалған, Так, future continuous. Worksheet 16. Так. I'm going to watch television. Where you be swimming? Жоқ, біз... Так, подождите. А мен не деп жазып қойдым мына жерде? Жоқ, бізде потому что to be дегеннің орнына уже were ғой. You were swimming. You weren't swimming. Were you swimming? Хорошо, be деген қажет емес. Қарайық. I'm going to watch television from 9 till 10 o'clock this evening. So, at 9:30, то есть мен бүгін кешке 9 бен 10-ның арасында телевизор көрейін деп жатырмын. Сонда сағат 9:30-да мен телевизор көріп жатамын. Яғни, бұл қалай болады? I will be watching. Дұрыс па? Молодцы. Красавчики. Tomorrow afternoon, I'm going to play tennis from 3 o'clock until 4:30. So, то есть ертең түсте 3-тен 4 жарымға. So, ертең 4-те мен I'll be playing. Дұрыс. Will be playing. Jim is going to study from 7 o'clock until 10 o'clock this evening. Нажми вот. So, at 8:30 this evening, he will be studying. Ну, вообще, достар, мне кажется, easy, потому что барлығына will be және verb ing қоямыз, Ой, телефон тұтқа жазды ғой. Так, мына жерде қандай жаттығулар бар екен? Make sentence. Окей, давайте біз past continuous'қа қайтып келейік, Мына тест орындап көрейік. A, B немесе C. I to be a pilot when I was young. Яғни past simple немесе past continuous.
Я хотел. Қараңыздар. Was wanted деп айта алмаймыз. Am, is, are, was, were, және will be, осылар үшеуі, иә? Мыналар. Бұлар етістік жоқ кезде қолданылады. Ал бізде want деген етістік бар ғой, значит, біз қоймаймыз. Wanted болады. Ойбай, агрессивно. Не надо мне капслоком кричать тут. Wanted деп. Хорошо, жақсы, молодцы. Екідеші. The train on time yesterday. Пойыз уақытылы келді. Екі. Вот қараңыздар, 2B деп жатқандар. Қараңыздар, опять же, arrive, вернуться, етістік қой. Зачем бізге was? ING жоқ қой қасында. Просто келді. Дұрыс, A болады. Үштеші. Why for so long yesterday? Почему кеше бала соншалықты ұзақ жылап жатты? Именно жылап жатты, мен ұзақ процессті көрсетіп жатырмын. Үште не болады бізде? Почему он плакал так долго вчера? Yeah, why was the baby crying so long yesterday? Төртеші. We were in a difficult situation. Мы были в очень сложной ситуации. Мы не знали, что делать. Төртте не болады? Қараңыздар, помните, мен present continuous түсіндіргенде мен сіздерге айтқам, что некоторые кейбір етістіктер understand, know, like, hate сияқтылар ешқашан continuous'та жүрмейді. Әрине, төртте бізде A болады. Yeah, I didn't know. We didn't know. То есть, бестеші. He usually meets his sister on Fridays, but her last Friday. То есть, обычно ол пятница күндері сестрасымен кездеседі, бірақ өткен пятница ол кездеспеді. Бесте әрине просто be болады. Он кездеспеді, просто факт в прошлом. Алтыдаші. What at 6 p.m. yesterday. Кеше сағат 6-та не істеп жаттың? Әрине, қасына циферка жазыңдар, хорошо, потому что я не понимаю, сендер 5-те айтып жатсыңдар ма, 6-ны ма, у всех әркім әртүрлі нәрсе жүріп жатыр. Я әрине, what were you doing? Я шарохамыз. Where when I met you yesterday. То есть, куда ты шел, когда я вчера тебя встретил? Қараңыздар, сөйлемнің бір шеті бізде уже қысқа әрекет болып тұрса, яғни в нашем случае это past simple болып тұр, я met you yesterday. Екінші бөлігі бізде уже автоматически ұзақ әрекет болады. Значит, A болады жетті, я? Where were you going when I met you yesterday? Қаққа бараттың деп, я? Қай жаққа? Kate along the country road when her car broke down. То есть, она водила машину по дороге. Здесь әрине I was driving. When her car broke down, мына нәрсе бізде short action болып тұр, дұрыс па? Полторашка action болып тұр. The firm went bankrupt and то есть, фирма обанкротилась, я потерял свою работу. Мен андай жұмысым менен қашып барады, мен подожди деп андай артынан андай терять етіп жатпаймын ғой оны, дұрыс па? Ол жұмыс, все, келеді, все, ты уволена дейді, короче, гуляй, Вася дейді. Әрине, lost my job. Yeah. Ту. Көз тимесін. Құдай сақтасын. I felt sick yesterday. Я вчера чувствовала себя не очень. Rotten. Rotten это, короче, бұзылып қалған, шіріп кеткен. Rot это шіру. Испортиться. Хорошо? Немесе spoil деген бар еще. Spoil это rot прям вообще страшно. I ate. Я просто по факту, я съела что-то испорченное. Көгеріп кеткен мысық. Which exams? Қандай экзамендер тапсырдың мектепте? 11-де не болады? Да, с больше келеді did you take. Бірақ were taking тоже келеді. Да. We climbing in the mountains last summer дейді. Опа, 12 вот шатастыру мүмкінсіздер. Нет, нормально. Да, мы пошли взбираться на горы. Болады. Просто. Мы ходили месяц, просто прошлым летом мы пошли в горы. Он что еще? Kelly near the river at 4 p.m. yesterday. Sunbathing это солнечные ванны, загорал. То есть Kelly уже where деп айтамаймыз біз, я? Was. Дұрыс. Он что бізде be болады. 14-ші. The bike is okay now. My dad. Қазір байк нормально. Мен папам оны жөндеп қойды. 14-те не болады бізде? Әрине, A болады, yeah? My dad repaired it yesterday.
15-те не болады, достар. The editor of the magazine. Магазин деп ойлап қалмаңыздар. Магазин это журнал, да? Editor это редактор. Ага. Не разрешил мне распечатать статью. 15-те бізде C болады. Не разрешил, didn't allow, я. Я разрешаю деп ұзақ әрекет емес ол. 16-та Darryl couldn't find his old hat. His sister throw это выбросить, выкинуть. Throw'дың екінші формасы threw. Threw it down long time ago. Greg in a test when his teacher noticed it. Видите, қараңыздар. When деген нәрсе тұр, және қысқа әрекет тұр. Значит, мынау по-любому ұзақ әрекет болады. Можно разрешаю, деймін. Was cheating. Ага. 17-та. 18-ші. I for the way out of the center but couldn't find it. Ага. Я посмотрела, типа, вне центра, но не смогла найти. I looked. Просто. I looked. Я смотрела, я посмотрела. Titanic. Sink это, короче, тонуть. Все мы, как Джеки Чан, тонет в своих слезах. Сонда бізде не болады? Titanic. Sank in the Atlantic many years ago. Это просто он тонул, и все. Тарих. Хорошо? Ага. B деп отқандар, бізде sink'тің екінші формасы вроде sank. When... Ойбай, когда ты в последний раз ел лобстеров, дети? Я, которая никогда не ела лобстеров. Угу. Когда ты в последний раз ел лобстеров? Yeah, when did you last eat lobsters? My grandma apple trees while she lived in the country. While, short action. Мына жерде тоже андай не емес. Садил андай егіп жатты емес, просто екті. Хорошо? Planted. Ары қарай. Агата Кристи, жаңа бір Агата Кристидің фанаттары чатта жазып жатыр еді ғой. A lot of detective stories дейді. Просто факт, она написала, wrote. Надо дейтін ой бар ма? Вот бітті. 25. Why is the dog so hungry? Почему собака голодная? Потому что я не покормила его прошлой ночью. Әрине, 23. Бізде не болады? C болады. I didn't feed it. Дұрыс па? 24. At the time Jack returned home from England, his father in the Baltic Sea, то есть плыл, да? Когда он шел, was sailing, C будет. И последний, 25. Madonna popular when she was young. Она стала популярной, когда она была молодой. Әрине, стала ондай. Становиться ұзақ емес, просто стала популярной. Қысқасы әрекет. Хорошо. Осымен біз біттік. Үй жұмысы сіздерге жіберіледі. Презентацияны тоже жіберемін. Сұрақтарыңыз бар ма? Past continuous, future continuous бойынша. Сұрақтарыңыз болса, сразу плюс деңіздер, мен күтемін. Егер сұрақ болмаса, всем пока. Удачи. Покажись. Я уже собиралась показать. Еще вот такое. Еще вот такое. Все, всем пока. Пытал, қаштай. Так.